Бүгін біздің тақырыбымыз 117-ші сабақ Алматыға саяхат. Сабақ бастамас бұрын тіркеліп кетіңіздер. Алматы хайуанаттар бағы Қазақстандағы алғашқы зообақтардың бірі. Оның құрылғанына 80 жыл. Енді есептеп хайуанаттар бағында жануарлардың әр түрінен нешеу барын анықта. Ал есептейік. Есептейік, 3-ке 5-ті көбейтсек 15. 15-тен 2-ні азайтсақ 13. 100-ден 13 азайтсақ 87. Балықтың 87 түрі бар екен. Келесі. 27-ні 3-ке бөлсем 9. 9-ы 4-ті көбейтсем 36. 36-ға 9-ды қоссам 45. 55-ке 45-ті қоссам 100. Құстардың 100 түрі бар екен. Жануарлар. 20-ны 5-ке бөлсем 4, 9 4-ім 36, оған 38-ді қоссам 74. Жануарлардың 74 түрі бар екен. Келесі. Аналық керіктің массасы 6 центнер. Аталық керіктің массасы, не жазайық? Аналық 6 центнер. Аталықтығы бұған қарағанда 2 есе ауыр. Аталық 2 есе ауыр. Ал төлінің, баласы деген сөз ғой, массасы аталығынан 6 есе жеңіл. Керік төлінің массасын табыңдар дейді. Бірінші шешуі 6-ны 2-ке көбейтеміз, 12. Шыққан санды 6-ға бөлеміз. 2. Демек 2 центнер төлінікі. Есептерге сәйкес сұлба таңда. Бірінші торда 14 түлкі бар, ал екіншісіне қарағанда 2 есе артық. Бірінші торда 14. Бірінші тор. Ал бұл екіншісіне қарағанда 2 есе артық. Екінші торға қарағанда. Барлығы қанша тұр? Шешуін шығарайық. 14-ті 2-ке көбейтеміз, қосамыз 14-ті. 28-ге қосамыз 14-ті, 42. Келесі. Бірінші торда 4 жанат. Екінші торда бұдан 8 жанат артық. Екінші торда бірінші торғанда неше есе артық? 8-ден 4-ті азайтамыз 4. 8-ді 4-ке бөлеміз, 2 есе артық. Ең ірі қолтырауының ұзындығы 7 метр. Бұл теңіз піліне қарағанда 1 метрге ұзын. Ал көк киттің ұзындығы теңіз піліне қарағанда 5 есе ұзын. Көк киттің ұзындығын табыңдар дейді. 7-ден бірінші теңіздікін тауып алайық. Бұл теңіз піліне қарағанда 1 метр ұзын болса, ал теңіз пілінікі оған қарағанда 1 метр қысқа болып тұр. Демек 6 метрді теңіз пілінікі. Ал көк киттікі теңіз піліне қарағанда неше есе ұзын? 5 есе ұзын. Сонда 30 жауап. Келесі. Түлкінің құйрығының ұзындығы 38 см. Бұл жолбарыстың құйрығының ұзындығына қарағанда 42 см-ге қысқа. Демек, бұның түлкінің құйрығының ұзындығы жолбарыстікіне қарағанда 42 см ұзын болып тұр. Сонда бұған қоссақ 80, ал арыстанның құйрығының ұзындығы жолбарыстың 80 см, ал арыстанның құйрығының ұзындығы жолбарыстың құйрығының ұзындығына қарағанда 15 см-ге кем. 80 шықты, одан 15 азайтамыз, 65. Енді арыстанның құйрығы қанша? 65.